Ассалаумағалейкум баршаға. Біздің ұзындығы 8 метр, ені 2,70 метр болатын вагонымыз Алланың қалауымен бітті. Кеше Хамит ағамен үлкендерді жинап, бас қосып, ашылуын жасадық және батасын алдық. Вагонымыздың сыртқы бейнесі осындай. Қазір ішіне кішкене обзор түсіріп өтсем, 4 ступенькімен мінеміз. 90-ға 3 метр 70 санты тамбур, яғни шығып тұратын жеріміз. Вагонымыздың кіреберісі, ал бисмилля. Вагонымыз 2-ге бөлінген, 4,5 метрге 3,5 метр болып, бұл бізде ас ішетін аймағымыз және ас дайындауға бұл кухня аймағы деп айтсақ болады. Сол үшін бөлек краскамен краскіленді. Мұнда бізге ас үйге қажетті заттарымыз тұрады. Бір айта кететіні, бұл жерде, бұл вагонның ішінде барлығы адамның жүріс-тұрысына, күнделікті өмір сүруіне қолайлы етіп жасадық барынша. Оны Хамит ағам бар, жаңағы диқаншымыз бар, үшеуміз біргелікте ойластыра отырып жасалған дүние. Мұнда газ плитамыз тұрады, беті темір. Бұны да краскілеп қойдық. Мұнда ас ішеміз және осында нан, кәмпит, печенье деген сияқты қажетті дүниелер тұратын аймақ. Сосын кіреберісте мұнда ілгіш тұрады. Орамал, жаңағыдай телефон қойып кететін болсақ. Және келесі бөлмеміз. Бұл жатын бөлмесі. Жатын бөлмесінде киім ілгіштер. Және мұнда кез келген вагонда қажетті дүние, бұл зат салып қоятын үлкен осындай мықты етіп жасалынды. Бұны болттармен темір бағанға қатырылды. Ауыр жүктерді осында сақтаймыз. Вагонымыз міне осындай болып бітті барлығы. Қолдап жатқан жандарға барлығына көп-көп рахмет.